Закария пайғамбар қиссасы. Бір патшаның қызы сұлу болыпты. Ол Мысырдың перғауындарына ұқсап, өз қызына өзі үйленгісі келеді. Сөйтіп, Закария пайғамбардан рұқсат деген пәтуа сұрайды. Закария шариғат бойынша өз қызына көңілі түскен адамды Құдай қарғайды. Елді білдіріп адамды аздырасың, деді. Дегені болмаған патша оның соңына түсті. Жалдамалы жендеттер Закария орманда оңаша келе жатқанда өлтірмек болды. Закария қашады. Шаршаған соң, емен ағашына келіп, мені залымдардан жасыр, деп әмір қылды. Ағаш қағайырылып, пайғамбар ішіне тығылды. Бірақ шапанының бір ұшы сыртта көрініп қалды. Бір сауысқан ұшып келіп, шапанның ұшын шұқып көрсетті. Дұшпандар таңғалып, шарасыз тұрып қалды. Ібіліс адам бейнесіне келіп, ағашты арамен кесуге кеңес берді. Амалы қалмаған Закария, «Я Алла, залымдардан құтқар», деп жалынды. Алла, Закария, сен пайғамбарлығыңа сеніп ағаштан көмек сұрадың. Оның қателік болды. Енді зікір айтқан халде ажал табасың, болмаса имансыз кетесің, деді. Закария араның дыбысына ілесіп, зікір айтады. Осылайша Алла алдында абыроймен қаза табады. Содан бері зикр, арра тағаты Закариядан қалған екен.